Саламатсыздар оқушылар, Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриялық техникалық колледжінің алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушысы Теміров Нұрболат. Бүгінгі бізде сабақта алғашқы әскери дайындық пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жаралану, қан кету және дене күйген кезде көрсетілетін алғашқы медициналық көмек. Сабаққа негізделген оқу мақсаттарына сілтеме. Жарақат алу және қан сыраған кезде дене күйгенде көрсетілетін алғашқы медициналық көмек. Асептика және антисептика туралы түсінік беру. Сабақтың мақсаты жарақат алу және дене күйген кезде көрсетілетін алғашқы медициналық көмек түрін біледі, орындай алады. Қысқаша тезисті конспект. Ағзадағы тіннің, мүшелердің күшпен зақымдалуы жалпы алғанда жарақат деп аталады. Жарақат ашық және жабық болуы мүмкін. Ашық жарақатта тері жамылғысының немесе көрінетін шырышты қабықшалардың тұтастығы бұзылады. Мұндай жарақат жара деп аталады. Жарақаттанған нәрселердің пішініне байланысты жаралар кесілген, шабылған, шаншылған, соғылған, тістелген және оқ жара болуы мүмкін. Қан кету түрлері күре тамырдан, көк тамырдан капиллярлық және паренхиматозды қан кету болып бөлінеді. Мына жерде суретте көріп тұрғандарыңыздай, бірінші тұрған бізде артериальный кровотечение, яғни күре тамырдан қан кету. Күре тамырдан қан кеткен кезде қан үзік-үзік ағынмен атылады, яғни фонтан тәріздес. Қысқа уақыт аралығында көп қан жоғалтуы мүмкін. 1,5 литр қан жоғалту өлім қаупін тудыруы мүмкін. Екінші суретте көріп тұрғандарыңыздай венозный кровотечение, яғни көк тамырдан қан кету. Көк тамырдан қан кету кезінде қанның түсі қоңыр түстес болады. Үшінші суретте көріп тұрғандарыңыз капиллярный кровотечение, яғни капиллярлық қан кету. Күйік шалу себептері күйіктеп, жоғарғы температура немесе химиялық заттардың әсерінен дене тіндерінің зақымдалуы айтылады. Тері және зақымдалу тереңдігіне байланысты күйік 4 дәрежеге бөлінеді. Күйіктің жіктелуі, яғни дәрежелері. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, бірінші дәрежелі күйікте терінің беті күйеді. Мұнда тері қатты қызарып, домбығып ауырсынады, ашиды. 3-4 күн өткен соң тері қотарланып, сауыға бастайды. Екінші дәрежелі күйікте қызарған тері күлдірейді, беті сарысуланып, көпіршіктер пайда болады. Бұл дәрежеде терімен қоса май ұлпасы да күйеді. Үшінші дәрежелі күйік. Бұлшық еттер, тереңгі ұлпалар зақымданады. Олар жансынданады, яғни өлі еттенеді. Күйген терінің түсі қызыл қоңыр немесе қара қоңыр болады. Сезгіштік қабілетінен айырылады, яғни денеде тыртық қалады. Төртінші дәрежелі күйікте тек тері ғана емес, бұлшық ет, сіңір зақымдалады. Олар күлге айналады. Күйіктің ауырлығы тек зақымдалған жараның тереңдігіне байланысты емес, зақымдану алаңына да байланысты. Яғни ол пайызбен есептеледі. Асептика және антисептика туралы түсінік. Асептика дегеніміз жараға микробтардың түсуінің алдын алуға арналған шаралар жиынтығы. Антисептика дегеніміз жарадағы микробтар санын азайту немесе оларды жоюға арналған шаралар жүйесі. Үй тапсырмасы. Бірінші, қан кетудің қандай түрлерін білесіңдер. Оларды сипаттап беріңдер. Екінші, қан кеткенде алғашқы медициналық көмек көрсету тәртібін айтыңдар. Үшінші, күйік кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету тәртібін айқындаңдар. Төртінші, асептика және антисептика дегеніміз не? Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.